боз арнада жаңа вайб жаңа күй ол айтқан менің қайда. Қайырлы күн барша. Бүгінгі менің 12 қазан күні айтатын менің мәтінмен таныс болыңыздар. Мен сіздерге бүгін толықтай таныстырып өтетін болам. Ендеше бастаймыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті Қазақстан Республикасының тұрғындары мен қонақтары. Сіздерге бүгін әлеуметтік желінің зияны мен пайдасы туралы айтатын боламыз. Таяқтың екі ұшы болғандай, әлеуметтік желінің өзіндік зияны бар, пайдасы бар. Бүгін осы зияны туралы айтатын өтетін болам. Әлеуметтік желінің мысалдарының қатарына қазіргі таңда адамдардың өзара қарым-қатынасының бұзылуы, кейбір адамдардың Сәлеметсіздер ме, құрметті Қазақстан Республикасының тұрғындары мен қонақтары. Сіздерді бүгінгі тікелей эфирде әлеуметтік желінің тек зиян тұсын айтатын боламын. Сіздермен бірге мен оппозиционер Берік Бакыров. Қысқаша айтқанда мен дебатермін. Сіздерге бүгін әлеуметтік желінің зияны. Таяқтың екі ұшы болғандай, әлеуметтік желінің де өзіндік зиянды тұстары бар. Мысалы, адамдардың өзара қарым-қатынасының бұзылуы, кей адамдардың тіптен мәңгүрт болып бара жатқаны, желдегі алаяқтықтың көбейіп бара жатқаны, тіптен уақыттың босқа өтуі, бұл әлеуметтік желінің зияны немене, құрметті көрермендер. Абай атамыз айтады, заман ақыр жастары қосылмас ешбір бастары дейді. Шын мәнісіне келгенде, қазіргі таңда көпшілік жастар ортаға жиналып бет-бе-бет сөйлесудің орнына хабарлама арқылы тілдескенді жөн көреді. Мұны жастар ғана емес, үлкендер де, тіпті балалар да құп көреді. Оны тіпті әлеуметтік желіден баса алмайды десек те болады. Оны бәріміз мойындауымыз керек. Себебі бұл көрініп тұрғаны айдан анық, күннен жарық нәрсе ғой. Былайша айтқанда, өздеріңіз білетіндей, кеше ғана біз онлайн өмірден қайта оралдық. Онлайн өмірдің енді өзіндік қиыншылықтары болды. Онлайн өмірдің қандай болатынын көрдік, түсіндік, білдік. Пайдасын да көрдік, зиянын да көрдік. Бірақ пайдасына қарағанда зиянын көп көрген сияқтымыз. Оны барлығымыз мойындау керекпіз, дұрыс па? Өзгелерді білмеймін, бірақ мен өзімнің айналамдағы адамдармен және мен онлайн өмірден түсінгеніміз тіптен жоқ десек те болады. Енді жоқ деп айтуға болмайды, енді бір 100%-ның бір 15, тіпті 15%-ға да жетпейді, бір 10-15%-ның шамасында. Жарайды, оны былай алып қарағанда, адамдардың мінез құлқы, сонымен қатар денсаулығында да өзгерістер бар. Мәселен, осы онлайн өмірге дейін қаншама жігіттерді көрдік, қыздарды көрдік, мысалға араласып жүрген небір жақсы жігіттер бар, қыздар бар еді. Олардың да қазір мінез құлқы өзгерген, барлығының өзіндік, енді онлайн өмір, былайынша айтқанда, жалпылама әсер еткен. Абай атамыз айтады, сабырсыз арсыз еріншек көрсе қызар жалмауыз, сорлы қазақ сол үшін 6 бақан 6 алауыз дейді. Өзін өзі күндейді, жақынын жалған міндейді. Ол арсыздық белгісі деген. Ұят сынбай, арсынбай, ұят сынбай, ойланбай, қой дегенге тіл алмай, іс қылмай ма ол кісі, бірақ секіріп шығам деп, бірақ ырғып түсем деп, мертігеді ол кісі деп айтады бір өлеңінде. Міне, осы өлеңінде бүкіл адамдардың мінез құлқы, қазіргі адамдардың бейнеленген, оны көздеріңізбен көріп жүрсіздер, оған дәлел ретінде өзіңізді алып қарасаңыз болады. Мысалға, және де қоғамдағы болып жатқан оқиғалар телеарналарда көрсетіліп жатқан
Мысалға, ең айқын көрінісі ол педофилия мен порнографияға қатысты сөздердің емін еркін айтылуы. Енді бұл үлкен не ғой, әлеуметтік желінің зиянының бірі ғой. Енді сіздер бәлкім білерсіздер, бәлкім білмессіздер, қараңғы әлеуметтік желі деп аталатын әлеуметтік желі бар. Бұл әлеуметтік желінің сіздер білмейтін тұстары бірі болып табылады. Яғни бұл әлеуметтік желіге сіз бен біз пайдаланып жүрген барлық әлеуметтік желі құрамына кіріп кетеді. Бұл желіні көбіне гипер деп атайды. Гипер сөзі жаңағы қараңғы әлеуметтік желі деп аталады. Бұл жерде заңсыз істің барлық түрі бар. Мысалға, хакерлер қызметі негізі көптеген желілерде сіздерге ұсынылмайды. Тек арнайы мамандарға барып сөйтіп жүгіну арқылы болады нәрсе. Бірақ бұл хакерлерге жүгіну ашық көрсетіліп қойған. Және қару-жарақтар сату, арзан телефондар сату, киллер жалдау, педофилия мен порнографияға қатысты көптеген қызмет түрлері және де видеолар, және жалған құжат жасау және оны сату, мемлекеттің құжаттарды заңсыз өңдеу немесе сату немесе жалпылама тарату сияқты осындай дүниелер кіреді. Міне сіздер мақтап жақтап жатқан әлеуметтік желілердің басқаша қырынан танып отырсыздар. Абай атамыз айтады, кезінде ол кезде енді әлеуметтік желі болмаған, бірақ әлеуметтік желіге енді ол кезінде өзіндік білімдері болған. Сол білімдері туралы айтқан бір сөзі бар: жасында ғылым бар деп ескермедім, пайдасын біле тұра тексермедім деген. Енді осы сөз бір бекер айтылмаған сияқты. Сіздер өздеріңіз байқайсыздар ма? Сіздер әлеуметтік желіге іздеген тақырып ақпаратты жарнамасыз көресіздер ме жалпы? Кез келген ақпаратты іздесеңіз, сіздің неңізге сіз іздеп жатқан тақырыптағыларға қосымша ақпараттар шығады, және де сізге керексіз жарнамалар, және де сізге қажетсіз ақпараттар желісі шығып жатады. Кез келген ақпарат белгілі бір ақпарат таратушы ұйыммен тікелей байланыста болғандықтан сіздерге керексіз ақпарат шығып отырады. Бұл адам баласының ойының бұзылуына алып келіп жатады көбіне. Сіздер пайдаланып жүрген әлеуметтік желілерде тіркелу үшін көбіне сіздердің туылған күндеріңізді және тұрғылықты мекен-жайларыңызды сұрап жатады. Міне бұл жерде кез келген ақпаратты білуге жолын ашып береді. Одан бөлек сіздер тіпті кей кездерде биография толтырып жатасыз әлеуметтік желілерде. Мысалға, вебинарға кешіресіздер, желінің қателігіне байланысты тікелей эфиріміз сәлге кідіріп қалды. Сіздер пайдаланып жүрген әлеуметтік желілерде тіркелу үшін сіздің туылған күніңізді немесе сіз туралы ақпаратты сұрап жатады. Бұл негізінен дұрыс емес. Осы жерде сіздерге хакерлерге деген жол ашылып жатады көбіне. Сіздер тіпті кез келген желілерге, мысалға Каспий KZ вебинарларға қатысу үшін Telegram желісінде де өздеріңіз туралы биографиялар толтырып жатасыздар. Тіптен кейбіреулер индарын талап етіп жатады. Негізінен бұл нәрсе дұрыс емес. Сіздер бұл жерде индарыңызды жазбай қоюға да құқыларыңыз бар. Тіптен Қазақстан Республикасының қазіргі таңда қоғамда сан соғып өздерінің аттарына қалай кредит тағайындалғанын, тағы да көптеген бір жағдайларға байланысты сан соғып өкініп жатқан оқиғалар болады. Ақыры адам өліміне де әкеліп жатқан оқиғалар бар. Осылар туралы Қазақстан Республикасының заңында, дербес деректерді қорғау туралы заңда бекітілген бір заң жүйесі бар. Бұл заңға сәйкес, егер сіз ақпаратты таратсаңыз, немесе сіз туралы ақпаратты біреу таратса, сіз әкімшілік құқық бұзушылыққа байланысты жауапты органдарға
жауапты органдарга жүгүнө аласыз. Бул заңга сайкес сиз тууралуу акпарат тараткан жан 5 жыл бас бостандыгынан айрылат, немесе 5 мың айлык көрсөткүчкө тең айыппул төлөөгө міндеттеледі. Қазіргі таңда бұл айыппулдун көлемі теңгеге шаққанда 14.585.000 теңге, 14.585.000 теңгени құрап отыр екен. Сосын әлеуметтік желіні көп пайдаланудың соңы FOMO синдромына шалдықтырып жатат көбіне адамдарды. Осы FOMO синдромы туралы айта өтейін. FOMO синдромының негізгі белгілері: сіз смартфоныңызды пайдаланбай қалған уақытта сіз өзіңізді дискомфорт сезінесіз. Сонымен қатар әлеуметтік желіні қайта тексеру өзгелердің өміріне тым қатты назар аудару, одан бөлек жоспарлаған ісіңіз орындалмай қалған жағдайда, немесе бір мәреге жете алмай қалғаныңызда қатты өкіну, қапалану сияқты дүниелер осындай дүниелер жатады. Сосын мүмкіндікті пайдалана алмағаныңыз үшін стресске түсіп жатсаңыз, онда сіз біліңіз, сіз FOMO синдромына шалдыққансыз. FOMO синдромынан құтылуға көптеген кеңестер бар. Мысалға, әлемдік деңгейде расталған 11 кеңес бар. Осы 11 кеңеспен сіздерді таныстырып өтейін. FOMO-дан құтылуға көмектесетін 11 кеңес. Біріншісі, психологиялық кітаптардан демалыңыз. Мұндай жанрдағы кітаптар әрине пайдалы, бірақ мотивация алудан демалу керек. Миды шаршатпаңыз. Күннің берекелі не босқа өтуі жайлы әркімде әртүрлі түсінік қалыптасқан. Яғни сіз психологиялық, яғни мотивация беретін кітаптарды көп оқи бермей, сәл уақыт миыңызды тынықтырыңыз. Және де бос уақытыңызда әлеуметтік желіге қарай бермей, енді арасында кітап оқып тұрғаныңыз дұрыс. Келесі, еліктемеңіз. Сіз бір блогердің өміріне қызығасыз, және де сол блогердің өмірі туралы білгіңіз келеді. Сіз оның постоянно нелеріне қарап отырасыз. Мысалға, стористарына қарап отырасыз, посттарына қарап отырасыздар. Бұл нәрседен бас тарту керек, түбегейлі бас тарту керек. Ләжі барынша әлеуметтік желіде отыратын уақытты бір жақсы нәрсеге арнауға тырысуыңыз керек. Келесі, бір мезетте бірнеше істі бітіре аламын деп ойламаңыз. Әйтпесе шаруаны шалатындырып, діттеген мақсатыңызға жете алмайсыз. Яғни көптеген жұмыстарды бір қатар алып, соның салдарынан сіз өте миыңыз шаршауы мүмкін. Тағы да көптеген миыңызға ауырлық түсуінің салдарынан ертең одан да үлкен ауруларға шалдығуыңыз мүмкін. Келесі, спортпен айналысыңыз. Спортпен айналысқанда денеңізге көңіл бөліңіз. Ішкі қалай айтсам екен, спортпен айналысу негізі адамды әлеуметтік желіде немесе ұялы телефондардан шектейді. Басқаларды білмеймін, бірақ менің өзімде дәл сондай нәрсе болып жатады. Сосын дұрыс демалыс құрыңыз. Яғни сіз дұрыс демалыңыз. Көптеген адамдар демалысын әлеуметтік желіде немесе бір жерге шығып алады да, достарым осы жерде жүрмін, пәленше. Бұл нәрсе дұрыс емес. Негізінде дұрыстап өзіңіздің рахатыңызға демалсаңыз дұрыс болады. Келесі, жоқ дей біліңіз. Сізге біреу іс тапсырса, немесе сізге қатысты бір нәрсе айтылса, жоқ деп кейбір шаруалардан бас тарта тұруыңызға болады. Кешесті 1 минут 15-нен өзіңізге сыни көзқараспен
карай билиңиз. Эгер сиз өзүңүзгө сыни көз караспен карайтын болсаңыз, көптөгөн жаман адеттерден арылатын боласыз, немесе өзүңүздүн жаман кырларыңызды немесе жагымсыз кырларыңызды түшүнөтүн боласыз. Және де одан айырылуу және айыкпоо өз эркиңизде болот. Эгер сиз коомдагы орнуңуз ерекше болатын болса, бул адеттерден арылуу керек болот. Содан соң жатарда және уйкудан турганда телефонуңузду колуңузга алмаңыз. Яғни колуңузга алмауга тырышыңыз. Көбүнө бизде телефонду алабыз да, карайбыз бирден. Енді онсuz да елестетүү сал не ғой, енді будильник оятып, негизи эң басты жери сол ғой. Тура салып телефонго карабага. Сосын будильникти өчүрөсүң да кайтадан алеметтик жерге кирип кетесиң. Ол да бар. Осудан бас тартуу керек негизинен. Так өзүңүзгө коркунучка туура карай билиңиз. Ак кагазга өзгелер менен өзүңүздү неге салыштыра беретиңизди жазыңыз дейт. Яғни сиз кандай адамдан кандай деңгээлде төмөнсүз, немесе кимге еліктейсіз. Ол адамның сіз еліктеп жүрген адамның сізден қандай артықшылығы бар. Осы жайлы ойлаңыз және ақпаратқа түсіріп, және өзіңізді дамытуға тырысыңыз. Егер сіздің мысалға мен актерлардан көптеп өнер не аламын, бірақ қазір ешқайсысын қарамаймын, себебі барлық өзіме керекті нәрселердің бәрін жазып белгілеп алғам. Өзімнің жететін мәрем бар, сол жерге шейін жетіп алсам, Құдай қаласа. Және де өзіңізге сарапшы емес, адвокат болыңыз дейді. Яғни өзіңізді, жаңа айттым ғой, мен сізге сыни көзқараспен қараңыз өзіңізге дедім. Осы жайында сәл өзіңізге деген ойыңызды ауытып, мысалға болады ғой. Мен неге сабырсызбын? Себебі мен неге сабырсызбын деп өзіңізге сұрақ қойыңыз, және де өзіңізге жауап беріңіз. Сіздің сабырсыздығыңыз, неліктен сабырсыз болатыныңызды өзіңізге дәлелдеңіз, және де сонымен жұмыс жасаңыз. Бұйырған кетпейді, қуған жетпейді дейді. Сосын FOMO синдромының тағы да бір белгілері бар екен, қазір шығып отыр. Үнемі лентаны жаңартқыңыз келеді, яғни әлеуметтік желіде сіздер прямой эфирге әлеуметтік желіде жаңа пост шықты екен, кімдікі шықты екен деп қарап отырасыздар ғой. Дәл сол нәрсені қою керек. Осы FOMO синдромының ең алғашқы белгісі. Екінші белгісі өзіңізге зейін аударуды қалайсыз. Өзгелердің алдында сәл биік болғанды қалайсыз, және де барлығы сізге назар аударғанды қалайсыз. Келесі синдромның келесі белгісі қызықты ақпарат немесе жаңалықты өткізіп алудан қорқасыз. Көбіне адамдар жаңалық көрген дұрыс деп жатады. Негізінен жаңалық телеарналарда да көрсетіліп жатады. Сол жағынан кеңес берем сіздерге. Кешірсіздер. Барлығына ұнағыңыз келеді дейді. Бұл көбіне барлық адамдарда кездесетін нәрсе, бұл барлығына ұнағысы келеді. Кейбір адамдарда бұл нәрсе жоқ деп айтсақ та болады. Енді өздері жоқ деп айтады, бірақ сыртқы ортаға қалай білінетіні көрмейді. Келесі, сізден басқаның өмірі керемет сияқты көрінеді. Бұл дерт адамның психикасына әсер етіп қана қоймай, депрессия және көңіл күйінің түсуіне әкеліп соқтырады дейді. Шектен тыс стресске түсу суицидке әкеледі дейді. Осының барлығы FOMO ауруының синдромы болып табылады. Және де өзіңізге мынандай көбіне өзіңізге жақсы нәрсе айту жаман деп айтады негізі көбіне. Бірақ өзіңізге мынандай нәрсені айтыңыздар да, менің өмірім жақсы, шүкір. Сіз айналаңыздағы адамдарға қарамаңыз, сіз
айналаңыздағы адамдардың айналасына қараңыз да. Айналада өмірде не болып жатыр? Қаншама жетімдер бар, жесірлер бар, мысалға қолынан айырылған немесе тума ауру болып туылған көптеген адамдарға қарағанда сіздің деніңіз сау, оған да шүкір еткеніңіз дұрыс. Негізінде менің ойымша назарларыңызға көп рахмет. Амандықта, саулықта жүздескенше.